Бүгінгі видеода мен сіздерге Миньоны деген кімдер шын өмірде болған ба, кімнің қалауымен, не мақсатта шығарылды, және Миньоны мультфильмінің ащы шындықтары мен өте қорқынышты теориялары жайында айтатын боламын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Газонимус арнасы. Менің 11-ші видеома қош келіпсіздер. Видео басталмастан бұрын лайк басып, арнаға тіркеліп кетсеңіздер, маған өте үлкен көмек болар еді. Алдыңғы видеода, яғни Аладдин мультфильмінің ащы шындығы жайлы видеода сіздер бір күнде 600-700 просмотр жинап үлгеріпсіздер. Әрине, көп рахмет. Сол видеоны көрмеген адамдар болса, міндетті түрде сол видеоны көріп кетіңіздер. Ал бүгінгі видео Миньоны, яғни Гакия мультфильміндегі ащы шындық жайында болмақшы. Ол мультфильмді кімдер шығарды, кімнің қалауымен ол мультфильм шықты, және ол мультфильмге қандай теориялар бар, соған деген сияқты. Миньоны мультфильмі 2015 жылы Illumination компаниясынан жарыққа шықты. Жарыққа шыққан кезде ол туынды көпсіне ұнады. Ешкім ол туындыдан еш нәрсені байқаған жоқ. Яғни араға бірнеше жыл салғаннан кейін адамдар интернетте осындай суреттерді көрсете бастады және қорқынышты теорияларды жазып адамдарға түсіндіре бастады. Мына сурет не дейтін болсаңыздар, мына суреттегі кім дейтін болсаңыздар, мен сіздерге бұл қорқынышты теорияны қазір толығымен түсіндіріп берейін. Яғни Миньоныдағы персонаждар кімнен алынғандарын. Бұл суреттегілер кішкентай балдар, яғни еврейлердің балдары. Кезінде, соғыс болған кезде, фашизм кезінде, осы еврейлердің балдарын алып, осындай басына скафандр кигізіп, оларды арнайы газы бар комнатада сақтаған. Сол кезде газы бар комнатада сақтаған кезде, яғни бөлмеде сақтап, оларды қамап эксперимент жасау үшін сол еврейдің балдарын қамап ұстаған. Қамап ұстаған кезде олардың басында енді скафандр бар. Олар айқайлаған, шыңғырған, жылаған, көмек сұраған. Сол кезде скафандрдың ішінен дауыстар өте жіңішке және түсініксіз болып шыққан. Яғни Миньоныдың дауыстары сияқты. Бұл жай ғана сәйкестік пе, әлде шынымен де дауысты солардан көріп, сол дауысты жазып шыққан ба? Ол кезде Гитлердің билігі жүріп жатқан кез еді. Ол кезде фашизм болған. Гитлер еврейлерді ұнатпаған. Сол кезде осы еврейлердің балдарын алып, олардың барлығын қинап, басына скафандр кигізіп, бір жерге апарып, арнайы газы бар комнатада сақтап, эксперимент жасаған деген ақпараттар бар. Оларды ұзақ уақыт сол жақта сақтаған және қинаған, балалар да қиналған. Ойлап қараңызшы, бұл өте қорқынышты зат. Ал арада жылдар өтті, ғасыр өтті. Одан кейін Барак Обама президент кезінде осы мультфильм жарыққа шыққан болатын. Көбісі айтып жатады, бұл мультфильмді әдейі Барак Обама сол жағдайды еске түсіру үшін шығарды деп. Яғни Барак Обаманың бұйрығымен шығарылған анимация мультфильм туындысы деп айтып жатады. Бірақ нақтысын ешкім білмейді. Ал кейбіреулері бұл теорияға мүлдем сәйкес келмейді. Миньоны жай ғана ойдан шығарылған кейіпкер деп айтады. Бірақ Миньоны сол еврейдің балдарына барлық жері, дауысы да, өздері де барлығы ұқсайды. Бұл сәйкестік емес шығар деп ойлаймын. Себебі Барак Обаманың өзі еврей болған. Сондықтан да осы анимацияның персонаждарын сол кезіндегі қиналған еврейдің балдарына сәйкестендіріп жасаған деп ойлаймын. Бұл теория шын болса да, өтірік болса да, бұл теория өте қорқынышты теория. Және бұл шынымен де яғни сол балаларға арнап жасалды ма? Персонаждар, Миньоны мультфильміндегі басты кейіпкерлер, сол балалардан кейіпі алынды ма, оны ешкім білмейді. Ал біреулер мүлдем басқа теорияларды айтады. Ал мен сіздерге ең ұқсас және ең қорқынышты теориясын айтып бердім. Ары қарай шешімді өздеріңіз шығарасыздар. Менің ойымша Миньоны жай ғана анимациялық туынды сияқты. Сіздермен бірге болған Газонимус арнасы. Егер осы видеоға 1000 лайк жинайтын болсаңыздар, онда мен тек бір ғана емес, ондаған Диснейдің мультфильмдерінің ащы шындықтарын және олар кімдер шығарды, қалай шығарылды, соның барлығын сіздерге жақсылап түсіндіріп айтып беретін боламын. Ендеше, видео ұнаған болса, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Мен соңғы кездері қандай видео түсірейін деп идея таппай жүрмін. Егер сіздердің ойларыңызда идея болса, оны да жазып кетіңіздер.
Ал сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.